Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Сағынбаев Ермек Алдабергенұлына, бас прокурор Берік Асыловқа видео үндеу жолдаймын. Мен Бекмұратов Серікжан Елеуқанұлы, Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласының тұрғынымын. Менің видео үндеу жолдау себебім нөмірі 36 мектепке 2023 жылы 108 тонна сәрікі келді. Алайда нөмірі 36 мектеп 2022 жылдан бастап толық газбен қамтылған. Сол кезде директордың міндетін уақытша атқарушы Сәлімжанова Динараға бұл сәрікіні қабылдамаймыз, бізге қажеттілігі жоқ екенін айттым. Алайда ертесі күні Талғар ауданының білім бөлімінің басшысы Үшкемпірова Айнагүл және специалист Сұлтанбаев Серік Еспанов шақырды. Біз барған уақытта Үшкемпірова Айнагүл мына накладныйға қол қоясыз, қоймасаңыз жұмыстан кетесіз. Бұл біздің бизнесіміз деді. Мен бұл сәрікіні нөмір 36 мектепке қажеттілігі жоқ екенін және 2022 жылдан бастап толық газбен қамтылған айттым. Менің сөзімді тыңдамады. Сол жерден келгеннен кейін мектеп директоры Сәлімжанова Динараға сәрікіні неге қабылдайсыз? Бұл бізге қажеттілігі жоқ дегенімде, егерде мен бұл сәрікіні қабылдамасам, мені директорлікке бекітпейтінін айтты. Сол кезде Сәлімжанова Динара директордың міндетін уақытша атқарушы болатын. Алайда сол күннен бастап менің артыма түсе бастады. Менің айтпағым, одан кейінгі 2023 жылы қазан айында Шемшеков Болат және Сәлімжанова Динара екеуі нөмір 36 мектепке 1434 литрді жағылды деп заңсыз шығысқа шығарды. Құрметті президент, біздің Талғар ауданы білім бөліміндегі жемқорлық үдеп тұр. Сондықтан да президенттік аппараттан тексеру жіберіп, анықтап, заңды шара қолдануыңызды сұраймын. Және де мен тексеру келген күннен бастап тағы да қосымша мәлімет беремін.